2013 жылғы 13 тамыздан бастап еліміздің мерекелер тізімі тағы бір мереке күніне толықтырылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақ радиосының 100 жылдығын мерекелеу аясында 1 қазанды радио қызметкерлері күні деп жариялауды ұсынған болатын. Радио терминің алғаш рет ағылшын физик-химигі Уильям Крукс 1873 жылы енгізді. Бұл жағдай Гуглиелмо Маркони 1897 жылы 2 шілдеде радио толқындарын тарату технологиясын патенттеген кезге дейін болған. Көптеген технологиялар сияқты радиода соғыс қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін пайда болды. Мысалы, Марконимен бір уақытта радио жасаған Александр Попов радио Ресей флоты үшін жасайтынын жасырмаған. Алғашқы қабылдағыштардың дыбыс сапасы нашар болды. Осыған орай Морзе кодын қолданған болатын. Қазақстандағы алғашқы радиостанция 1012 жылы Каспий маңындағы Форт Шевченко қаласында пайда болды. Бұл радиостанция байланыс үшін пайдаланылды. Осы радиостанция арқылы жер шарын айналып өткен алғашқы қазақ саяхатшысы Әлиби Жангелдин хабарлады. Алғашқы ойын-сауық радиостанция кейінірек пайда болды. 1921 жылдың қазан айында сол кездегі Қазақстанның астанасы Орынбордан бүкіл ел бойынша трансляция жасалған болатын. 1926 жылдың қазан айында редакция Қызылорда қаласына көшірілді. Ал 1928 жылы 23 наурыздан бастап алғаш рет эфирде дикторлар қазақша сөйлеген кез еді. 1931 жылы редакция Алматыға көшті. Кейбір ғалымдар дәл осы сәттен бастап Қазақстанда радионың пайда болуын есептеген. 1932 жылы Қазақ радиосының тарапынан құрылған хор 1954 жылға дейін жұмыс жасайтын болды. Дәл сол кезде операның әлемдік жұлдызы Бибігүл Төлегенова жеке ән айта бастады. Біраз уақыттан кейін ақын және жазушы Мұқағали Мақатаев Қазақ радиосының дикторы болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақ радиосы еліміздің басты радиосы болып табылған. 2005 жылдың 1 қаңтарынан бастап тәулік бойы хабар таратуға көшеді. Бірақ Қазақ радиосы ол тек жаңалықтар мен музыка туралы ғана емес. Қазақ радиосының алтын қорында 1948 жылдан бастап қазақ күйлерінің жинағы, 1940 жылдан бастап мұрағаттық аудио жазбалар және 350 радио шығарылым сақталған. Қазақ радиосының ардагерлерін және қызметкерін осы тамаша мерекемен құттықтаймын. Сіздің көп жылдық тәжірибеңіз мемлекеттік марапаттар мен әлеуметтік қолдау шараларымен бағаланады. Мемлекет басшысы Twitter әлеуметтік желісінде жеке парақшасында атап кеткен болатын. Құрметті Қазақ радио қызметкерлері, кәсіби мерекелеріңізбен.